Жалаңашкөл өзенінің бойындағы соғыс 1969 жылы Қытай әскерінің қазақ шекарасына басып кірумен басталды. Жалпы Қытай қазірдің өзіне әлемнің көптеген елдеріне шекаралық даулары бар екендігін жариялауда. Қытайлар Ресейдің қиыр шығысы, Моңғолия, Тайвань, Кашмир, Қазақстанның Балқаш көліне дейінгі аймағы, Жапония және оңтүстік шығыс Азия елдері мен кейбір аралдары біздің жер деп даулауда. Қу Қытайлар осы мақсатқа жету үшін бұл елдерге экономикалық экспансия жасап, қанша сұраса да қарыз беріп, артынша қайтара алмаған мемлекеттерге өтемақы ретінде кейбір жерлерін 50-100 жыл аралығына жалға алып, Қытай жұмысшыларын алып келіп, Чайнатаун ашуда. Бұл Қытайдың 21 ғасырдағы саясаты. 20 ғасырда Қытайлар әскери күшпен қайтаруды ойлаған, соның бірі Қазақстан аумағы болды. 1964 жылдан бастап Қытайлар Қазақстан аумағындағы кейбір жерлерді өзінікі деп санайтындығын ашық көрсете бастады. 1969 жылы бұл ойын іске асыруға шындап кірісті. 1969 жылдың мамыр-маусым айларында Қытайлар Шығыс Қазақстан аумағындағы Жоңғар қақпасы арқылы Қазақ-Қытай шекарасын сәтсіз түрде бұзып өтпекші болған. Сол жылдың 13 тамызында Қытай билігі қазіргі Қазақстанның бір бөлігін жаулап алу мақсатында әскер жіберді. Қытай қарулы әскерінің жақындап келе жатқандығын көрген шекарашылар тез арада окоп қазып соғысқа дайындалды. Сағат 7-лер шамасында екі топ Қытай әскері шекарадан 400 метр асып арттан келе жатқан жүздеген әскерге қамдану шараларын жүргізе бастады. Қазақстан шекарашылары инструкция бойынша сіздер шекарадан асып кеттіңіздер, тез арада кері қайтуларыңызды өтінеміз деп ескерту жасады. Бірақ Қытайлар ескертуді жауапсыз қалдырды. Солтүстікте Теректі деген шекаралық аумақта Қытай әскері басып кірді. Шекарашылар БТР-ге мініп Қытай әскерінің ары қарай жүруін тоқтатып тастады. Олардың ескертуіне Қытайлар жауап ретінде оқ жаудырды. Қытайлардың оқ жаудыру нәтижесінде брониялық машиналар мен олардың дөңгелектері зақымданып, кейбір сарбаздар жарақат алды. Сол кезде шекарашыларға көмекке әскерлер мен БТР-60 жетіп келіп, Қытайлармен соғыс басталып кетті. Шекарашылар правая деген биіктікті атқылаумен болды. Қытайлар БТР-ге қарсы гранатометті қолданды. Шекарашылардан 8 адам жарақат алды. Сол кездегі стратегиялық маңызды оңтүстік, солтүстік және Каминная деген төбелер болды. Екі жақта сол төбені басып алуға барын салды. Соғысқа қатысқан бір шекарашының естелігінде бізге шабуылдаңдар деген бұйрық түскенде сарбаздар тез арада БТР-ден түсіп жинақталдық. Қытайлар бізге Каминная төбесімен қатар шекарадан да оқ жаудырды. Менің қолымда пулемет болды. Бір жасырынатын тасты көріп соған жүгіріп жасырынып қалдым. Сосын мен оқ жаудырғанда артымнан әскерлер келді. Әскерлер оқ жаудырғанда мен алдыға жүгірдім. Біз солай бір-бірімізді қолдай отырып алдыға жылжыдық деді. 2 сағатқа созылған қақтығыстар мен атыстар нәтижесінде шекарашылар Қытайларды ығыстырып, төбелерді басып алды. Ары қарай Қазақстан шекарашылары окопта жасырынып жатқан Қытайларға граната лақтырып көзін жойды. Қытайлар жинақтап қойған пулеметтер қолға түсіп, шекарашылар солардың қаруымен Қытайларды атқылады. Сағат 9-дарда Қытай әскері жеңіліске ұшырап шегініп кетті. 2 вертолет жіберіліп шекаралық аумақта Қытайлар қалмағандығын бақылап келді. Қазақстан шекарашыларынан 10 адам жарақат алып, 2 адам қайтыс болды. Қытайлардан 19 адам қайтыс болып, 3 адам тұтқынға түсті. Бірақ тұтқынға түскен 3 адамның 2-і ауыр жарақатына байланысты қайтыс болды. Бұл соғыстан соң Қытайлар ешқашан Қазақстан шекарасына әскери қимылдар жүргізген жоқ. 1969 жылы болған 2 сағаттық соғыста Қазақстан шекарашылары 1756-57 жылдары Қазақ-Қытай соғысындағы Абылайхан, Қабанбай, Бөгенбай батырлар бастаған 6000 қазақ әскері 40.000 Қытай әскерін тоқтатқан ерлікті қайталап, жерді қорғап қалды. Арада 29 жыл өткенде 1998 жылдың 4 шілдесінде Алматыда болған Шанхай бестігі саммитінде Назарбаев сол кездегі Қытай басшысы Цзян Цземинмен кездесіп, бұл шекаралық аумақты Қытайға сыйлап жіберді. Қытайлар жеңіліп, қайтыс болған әскерлерінің құрметіне орай сол аумаққа ескерткіш орнатты. Жаңа видео жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.